Сәлем достар, менің каналымдағы сообщество бөліміндегі опросқа пікір қалдырып, белсенді болғандарыңызға көп рахмет. Яғни ол жерде 75% слив талдау деп таңдаған екен. Сондықтан дәл осы 2023 жылдың шілде айында келген слив есептерге разбор жасаймын. Соңына дейін көруді кеңес беремін. Егер де осы сабақты көріп жақсылап түсініп алатын болсаңыз, ТГО-дан, яғни сыни ойлау бойынша плюс 10 балл жинап алуға болады. Өйткені дәл осындай есептер 7, 8, 10 есептен келіп жатыр екен. Ал ендеше кеттік. 2025-тің 2020 дәрежесі А деген цифрмен аяқталады дейді. 2015-тің 1995 дәрежесі Б деген санмен аяқталатын болса, онда x-3 тең 2a плюс 3b теңдеуінің түбірі жатқан аралықты табыңыз дейді. Мұнда варианттары берілген. Ал енді шығарып көрсетейін. Қараңыздар, бірінші тұрған санға қарасақ, мұнда ең соңғы санға мән береміз. Ең соңғы сан бізде 5 болып тұр. 5-тің қандай дәрежесін алсақ та, ол 5 санына аяқталады. Демек, бізде А 5-ке тең деп жаза аламыз. Енді бұны табу үшін мұнда соңғы сан 3 болып тұр. 3-тің дәрежелерін жазып аламыз. 3-тің 1 дәрежесі 3, 3-тің квадраты 9, 3-тің 3 дәрежесі 27, 3-тің 4 дәрежесі 81, 3-тің 5 дәрежесі 243. Яғни, мына бастапқы сан, бірінші тұрған сан қайталанғанға дейін дәрежелерін жазып шығамыз. Мұнда қараңыздар, бірінші тұрған сан 3 болды. Одан кейін міне 5-ші дәрежеде ол қайталанды. Енді біз қайталанғанға дейінгі дәрежені аламыз. Сосын мұнда берілген дәрежені, яғни 1995-ті осы мұндағы дәрежеге бөлеміз, яғни 4-ке бөлеміз. Бөлген кезде баған түрінде бөлеміз, калькулятормен бөлмейміз. Баған түрінде бөлетін болсақ, 498 бүтін болады және 3 қалдық қалады екен. 3 қалдық қалса, онда мұнда тұрған 3 деген дәрежені аламыз да, сол санға сәйкес, 27 деген сан тұр ғой, соның соңғы цифрымен аяқталады деп есепті шығара саламыз. Яғни, мұндағы 2013-тің 1995 дәрежесі 7 санмен аяқталады. Яғни, Б тең 7-ге болады. Енді біз арғай есептеу оңай болады бізге. x-3 тең 2a дегеніміз 2 көбейтілген a-ның орнынан 5 қоямыз, 10 болады. Енді плюс 3b дейді. Б бізде 7-ге тең, сонда 3 көбейтілген 7 21 болады. Сонда x-3 тең 10-ға 21-ді қосамыз 31. Енді мұна минус 3-ті теңдіктің оң жағына өткіземіз, сонда x тең 34 болады. Демек, бұл бізде С жауабында тұр екен. Яғни 34 осы 14 пен 52-нің арасында жатыр деген сөз. Келесі салыстырыңыз дейді. А шамасы берілген және Б шамасы берілген. А шамасы 2022-нің 1862 дәрежесі А цифрмен аяқталады, 2065-тің 1992 дәрежесі Б санмен аяқталады дейді. Және мұна теңдікті шешу керек біз одан кейін. Олай болса, бірінші мұндағы цифраға қараймыз. Бұл соңғы цифры 2 болып тұр. 2-нің дәрежелерін жазып аламыз. 2-нің 1 дәрежесі 2, 2-нің квадраты 4, 2-нің кубы 8, 2-нің 4 дәрежесі 16, 2-нің 5 дәрежесі 32. Міне, бастапқы 2 деген сан қайталанып кетті, соңғы цифр. Демек, біз осы 2-нің 4 дәрежесіне дейін алатын боламыз. Енді, мұнда берілген 1862 деген дәрежені осы 4 деген дәрежеге бөлеміз. Сонда 465-тен болады және 2 қалдық қалады. 2 қалдық қалса, онда мұна 2 деген дәрежені аламыз да, соның мәніне тең цифр осы 2022-нің 1862 дәрежесі осы 4 деген санмен аяқталады деп жаза саламыз. Сонда А бізде 4-ке тең болады. Енді 5-тің кез келген дәрежесі 5-пен аяқталады деп айттым. Сонда Б тең 5 болады екен. Енді мұндағы А мен Б-ның орнына осы мәндерді қойып, X-ті тауып аламыз. Сонда 1 бөлінген 2 тең 3А деген 3 көбейтілген 4 болады. Қосылған 2Б дегеніміз 2 көбейту 5. Қосатын болсақ 22 болады. Сонда 1 бөлу 22. Енді бұл жерден X тең пропорция арқылы көбейтсек, X-ті 1-ге, 22-ні 1-ге көбейтеміз, сонда X тең 22 болады екен. Енді келесі Б шамасын табайық.
Б шамасында 5-тің кез келген дәрежесі 5-пен аяқталады дедім. Сондықтан аны тең 5 деп жазып аламыз. А тең 5 деп жазып аламыз. 6 да дәл солай. 6-ның кез келген дәрежесі 6 цифрымен аяқталады. Сонда Б тең 6-ға. Жаңағыдай А мен Б-ның орнына осы мәндерді қоямыз да X-ті тауып аламыз. Сонда 1 бөлінген 12 қосылған X тең 1 бөлу 19 болады. Сонда пропорция арқылы көбейтеміз. Сол кезде 12 плюс X тең 19 болады. Бұдан X табатын болсақ, мына плюс 12-ні теңдіктің оң жағына өткізіп жібереміз. Сонда 19 азайтылған 12 болады. Сонда X тең 7-ге. Енді салыстырамыз. Бірінші А шамасы бізде 22 болып тұр, Б шамасы 7 болып тұр. Демек, А шамасы Б шамасынан үлкен деген жауапты белгілейміз. Келесі 2027-ның 2018 дәрежесі А цифрмен аяқталады, 2018-дің 1924 дәрежесі Б цифрмен аяқталатын болса, онда мына теңсіздіктің шешімін табыңыз дейді. Бұл теңсіздікті шешу үшін біз А мен Б-ны тауып алуымыз керек. Енді 7-ның дәрежелерін жазайық. Соңғы цифрды ғана аласыздар. Бұл жерде соңғы цифр 7 болып тұр, сондықтан 7-ның дәрежелерін жазып аламын. 7-ның бір дәрежесі 7, 7-ның квадраты 49, 7-ның кубы 343, 7-ның 4 дәрежесі 2401, 7-ның 5 дәрежесі 16807. Міне, 7 деген бастапқы сан, мұнда 5-ші дәрежеде қайталанды. Демек, 7-ның 4 дәрежесі дегенмен біз тоқтаймыз. Қайталанғанға дейінгі дәрежені қарастырамыз. Енді берілген 2018 деген дәрежені осы 4 деген дәрежеге бөліп тастаймыз. Сол кезде бізде 2 қалдық қалады. 2 қалдық қалса, онда мына 2 деген дәрежедегі санмен аяқталады, соңғы цифрмен аяқталады деп жаза саламыз. Сонда А тең 9 болады екен. Енді мұндағы соңғы цифр 8. 8-дің дәрежелерін жазып аламыз. 8-дің бір дәрежесі 8, 8-дің квадраты 64, 8-дің кубы 512, 8-дің 4 дәрежесі 4096, 8-дің 5 дәрежесі 32768. Яғни бастапқы тұрған 8, мұнда 5-ші дәрежеде қайталанды. Демек, 8-дің 4 дәрежесімен біз тоқтаймыз. Енді берілген дәреже 1924 деген дәрежені мұндағы 4 деген дәрежеге бөлеміз. Сол кезде бізде ешқандай қалдық қалмайды. Егер қалдық қалмаса, осы 4 деген дәрежедегі санның соңғы цифрын аламыз, яғни 6-мен аяқталады деп жазамыз. Сонда Б тең бізде 6-ға болады екен. Енді барып мұндағы А мен Б-ның орнына қоямыз. Сонда 1 бөлу 5 плюс X үлкен 1 бөлінген 36 болады. Енді бұл теңсіздікті шешу үшін бірінші 5 плюс X тең емес 0-ге деп аламыз. Содан біз X тең емес минус 5 екенін көруге болады. Енді мына 36-тан 1-ді теңдіктің сол жағына өткізіп жібереміз қарама-қарсы таңбамен. Сонда ол минус таңбасымен өтеді. Сонда азайтылған 36-тан 1 болады, үлкен 0 деп аламыз. Яғни мына жақта бізде сан қалған жоқ. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ортақ бөлімі 36 көбейтілген 5 плюс X. 5 плюс X-қа 36-тан болады, 36-ға 5 плюс X-тан болады. Енді жазамыз 36-ны 1-ге көбейтсек 36, азайтылған 5 плюс X-ті 1-ге көбейтсек 5 плюс X-тің өзі, үлкен 0 деп аламыз. Енді жақшаларды ашатын болсақ, 36 азайтылған мұнда минус пен плюс бізде минус болып кетеді. Минус X болады. Енді арғы есептесек 36-тан 5 азайтсаймыз. Сонда 31 азайтылған X бөлінген 36 көбейту 5 плюс X үлкен 0-ден болады. Енді біз мынадай жағдайларды қарастырамыз. 31 минус X үлкен 0-ден, 36 көбейтілген 5 плюс X үлкен 0-ден, және 31 минус X кіші 0-ден, 36 көбейтілген 5 плюс X кіші 0-ден деген жағдайды қарастырамыз. Бұларды шешетін болсақ, бұл теңсіздіктерді, сонда бізде X кіші 31-ден, X үлкен минус 5-тен, және де X үлкен 31-ден, X кіші минус 5-тен деген жауаптар шығады. Осыны түзуге салатын болсақ, онда бізде олардың қиылысуын аламыз. Қиылысуы бізде минус 5 пен 31 аралығы болады. Яғни X тесті минус 5 пен 31-ге болады екен. Келесі есеп 2024-тің 1998 дәрежесі А саны мен 2001-дің 2019 дәрежесі Б санымен аяқталатын болса, онда мына берілген үшбұрыштың екі еселенген ауданын табыңыз дейді. Бірінші, қандай цифрмен аяқталады, соны тауып алайық.
мындағы соңғы цифрымыз 4, 4-тің дәрежелерін жазамыз. 4-тің бір дәрежесі 4, 4-тің квадраты 16, 4-тің кубы 64. Мындағы бастапқы 4 қайтадан бізде қайталанып кетті. Демек, оны алмаймыз, яғни 4-тің квадратымен біз топтаймыз. Сонда 1998-ді 2-ге бөлсек, бізде 999, яғни қалдықсыз шығады. Демек, қалдықсыз шықса, осы дәрежедегі сан бар ғой 16. Сондағы соңғы цифрмен аяқталады деп жазамыз. Сонда А тең 6 болады. Енді 1-дің кез келген дәрежесі 1-мен аяқталады. 1 болады, иә. Сонда Б тең 1 деп аламыз. Енді бұл жерде тікбұрышты үшбұрыш берген, оның аудан формуласы S тең 2-ден 1 көбейту А көбейту Б. Енді орындарында қойып бірінші ауданын тауып аламыз. Сонда S тең 2-ден 1 көбейтілген 6 көбейтілген 1 тең болады 3-ке. Енді бізге 2 еселенген аудан дейді. 2 S-ті табу керек. 2 S-ті табу үшін 2 көбейтілген, мына бізді аудан тауып алды, соны жазамыз. 2 көбейту 3 тең 6 болады екен. Келесі есеп 2024-тің 2090 дәрежесі А цифрмен аяқталса, 2025-тің 2021 дәрежесі Б цифрмен аяқталатын болса, онда 2А мен 2Б-ны салыстырыңыз дейді. 4-тің дәрежесін, соңғы цифрдің дәрежелерін жазамыз. 4-тің бір дәрежесі 4, 4-тің квадраты 16, 4-тің кубы 64. Яғни бастапқы 4 бізде қайталанып кетті. Сондықтан қайталанғанға дейінгі жағдайды қарастырамыз, яғни 4-тің квадратымен тоқтаймыз. Сонда 2090-ды осы 2 деген дәрежеге бөлетін болсақ, 1045 шығады, яғни қалдықсыз шықты. Демек, А бізде осы 6 деген санмен аяқталады екен. Енді 5-тің кез келген дәрежесі 5-пен аяқталады деп айттым, сондықтан Б тең 5 деп аламыз. Енді 2А мен 2Б-ны салыстыр дейді. 2А бізде 2 көбейту 6, 12 болады, ал 2Б 2 көбейтілген 5, 10 болады. Сонда 2А үлкен 2Б-дан болады екен. Яғни осындай есептер өте көп кездесіп жатыр. Сондықтан осының шығарылу жолын мұқият түсініп алсаңыздар, оңай шығарасыздар. Мұнда бастапқы шарт осылай келеді де, мына жақта мысалға 2 плюс А, 2 минус Б-ның мұны салыстыр деп келуі мүмкін. Сондықтан мына жер өзгере береді. Сондықтан біз А мен Б-ны тауып алуды үйреніп алсақ, қалған шарттарды оңай орындай аламыз. Тестте сіздерге сәттілік тілеймін.